Barşаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Мариям. Менің каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайында өте қарапайым пицца жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Барлық мөлшерлерін описанияға қалдырып кетемін. Осылай жылы сүттің үстіне торттарға арналған мед саламыз. 1 қасық және дрожж саламыз. Сосын құмшекер саламыз. Барлығы ерігенше жақсылап араластырамыз. Және де електен өткізілген ұннан 6 қасық саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қақпағын жауып 15 минутқа қоямыз. 15 минут өтті. Енді біздің қою массамыз осындай болып шықты. Және де тағы да бір араластырып, үстіне қалған ингредиенттер саламыз. Ол тұз саламыз. Тағы да бір араластырып, үстіне сұйық майымыз құямыз. Ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз. Және де өлшеп қойған ұнымыздан 3-4-ке бөліп, сала отырып, лопаткамен араластырамыз. Немесе венчикпен де араластыруға болады. Сұйық кезінде лопаткамен араластырып болғаннан кейін жаймен қоюлана бастайды. Және соңында қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Және қамырымызды илеп болғаннан кейін жаңағы илеген табағымызға сұйық майды жағамыз. Сосын қамырымызды салып, қамырымызды бір сағат көтерілуге ашытып қоямыз. Оның әркімде әртүрлі. Сондықтан қамыр жұмсақ болған кезде дайын болды деген сөз қатты болып кетпесін. Біздің 1 сағатымыз өтті. Біздің қамырымыз осындай алып көтеріледі. Осы қамырдан 6 пиццаның қамыры шығады. Ол біздің отбасыға жеткілікті. Барлығын осылай дөңгелектеп формасын келтіреміз. Және де қалған қамырымыздан 5-еуін бетін жауып қоямыз. Себебі беті күйіп кетеді. Және де 1-еуін алып, осылай дөңгелек етіп жаямыз. Қамыр қатты жұқа болмауы керек. Енді қамырымызды противенге қоямыз және осы уақытта пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Мен салмасына кетчуп қолдандым және кішкене бетіне сыр себеміз. Азғантай қылып себеміз. Сосын үстіне огурцы саламыз. Салмасына өздеріңіз қалаған нәрсені салуға болады. Фарш, тауық, қазы салсаңыз болады. Помидор, сосын колбасаны қойып шығамыз. Енді пешке саламыз. Пеште 10 минуттай пісіріп аламыз. Біздің тестамыз қыздырған бойда пісті деген сөз. Және бетіне ірімшігімізді саламыз. Ірімшікті барынша толтырып салыңыздар. 2-3 минутқа ірімшігіміз ерігенше қызартып аламыз. Осы видеода көрініп тұрғандай өте дәмді, өте әдемі болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Мариям. Барлықтарыңызға ас болсын.